Мұн жақта қорсымызды, бұрғымызды бір жағына бай жинастырып қойдым. Әйтеуір бұл бұрықтан табалам не қайда жатқанын. Мысалы ана бірінші қорапта жазғы киімдер, оны қазір түгендеп жауып тастаймын. Мысалы мына қорапта дым қазір керекті нәрсе жоқ. Мына екеуін алып тастаймын да. Қалған барлығы дым керек емес бұл жерде. Мынау қазіргі киіп жүрген күртешелеріміз. Мыналар алынатын нәрселер. Бәрі көзде. Жамы жерде айдыштың ойыншықтары бар. Әйтеуір өзіме түсінікті бұл бұрық. Мына жердің бәрін әлі жинастырам. Сосын мына жерде керек емес киімдер бар, бері жіберетін киімдер бар. Мынаны қазір жуу керек. Пакеттерді қарастыру керек. Мынау жуатын киімдер. Қазір тағы да қосам үстіне. Сосын мына жерге салам. Айбек әзірге осылай істеп қойды. Айбек осылай. Осы демалыста Алла қаласа дұрыстап орналастырады, орнын табады бұл. Осындай нәрсе. Маңызды. Осындай неше түрлі режимдары бар. Осындай кірмішіна. Айбекош. Абырайтын нәрсесі. Қазір бірінші кір жуып көреміз. Айба, келін түсірдік, я? Келінімізге жұмыс жүк міндеттейміз. Мынандай күшті екен жазуы. Басқаша. Күшті. Бізде кәдімгі орын жоқ. Дұрыстап көрсетейін десем, алаусы тағы да дұрыстап көрсете жатармыз әлі. Әзірге кір жуамыз. Мінекей 7 килограмдық. Біз Айбекпен әлі үшеумізге әрине бұл үлкен кір жуатын машина. Не дейсің? Мына үйге көшердің алды сатып алдың да, соны шешпедің. Влогтарымды қарап жүрген адамдар ойлайтын бар, Айбекте басқашалар жоқ екен деп. Барлығында осы жүнсімен жүрсің ғой. Кірлерімізді салдық, қарайық. Быстро дейді, салқын суда. Түнгі. Нижнее белье сузок. Пуховики, полоскание отжим. Так, очистка барабана. Перемесь, постельное белье, рубашки, детская. Шерсть. Смешанное белье. Смешанное белье, обыск, да? Гипоаллергенное вену, балага, хлопок. Смешанное белье. Нечто ли совершенно. Енді сосын температура дегенді басамыз ба? Температура сосын қалай? 20 градуспен жоқ? 60-пен жойық. Бұлай басып тұру керек екен ғой. 500, 900. Полоскание керек емес, пар керек емес, да? Болды. Al bismillah. Oy. Al bismillah ketті. Қайырлы таң достар. Бізде баяғы сол кір жуу. Кеше жуған кірім міне. Кеуіп қалды. Негізі енді кір машина болған әрине керемет. Қазір 1-2 сағатта бұның барлығы кебет әбден. Көп нәрсесі кеуіп қалған екен. Енді машина болғасын өзі қатты
әйел адамның қолы жетпейді бәрібір ыдыс салуға. Сол себептен менің өткендегі қолмен жуған кірім 2-3 күн кепсе, бұл өзі кеште жайған нәрсем қазір кеуіп қалып жатыр. Енді қазір осының ішіне Адюкайдың барлық киімдерін салып, оларды жуып тастаймын. Соған дейін ана киімдерім кеуіп қалады деген үміттемін. Бәрін жуу керек, жайлап. Жақсы болады сонда. Жайлап адам болып келе жатырмыз. Бүгінгі күн тәртібімізде кешегі мынаны жинадым. Бұл жерді енді мына қорыстың барлығын дұрыстау керек. Керек емес нәрселерден бәрінен айырылып, керек нәрселердің бәрін жинап, тиянақтап, жуып дегендей мына жақтың бөлмесін, терезесін адам болу керекпіз. Жайлап Адюкайға банан беріп қойдым. Адюкай банан жеп отыр. Осылай. Жаным, сыртқа шығамыз, иә? Күнім менің. Пенде болғандықтан біздер қолымыздағы бар нәрсені бағаламайтын кездеріміз болады. Ал ондай мүмкіндікті, сондай сәтті, жалпы сол нәрсені жоғалтып алған кезде оның бағасы қаншалықты екенін түсіне жатамыз. Сол пенделердің ішінде әрине өзім де бармын. Жарты айдан көп уақыт жылулықсыз, ысы суды айтпай қояйын, тіптен салқын сусыз өмір сүргенде барлық нәрсенің қадірін түсіне бастайсың. Осы жарты айдан көп уақыт осы үйге көшкелі мен үшін кәдімгідей бір челлендж болды. Шыдамдылығымды, төзімділігімді сынайтындай. Десек те, қандай жағдай болса да адам барлығына үйренеді. Басыңа күн туса барлығына да көнесің. Тек бір Құдай жар болып, сынақтарымыз жай ғана осындай бір сәттермен аяқталсын. Жалпы менің көңілім бір нәрсеге түсе бастаса, мен масштабтауға тырысамын. Мысалға қарағанда Африкадағы адамдар туралы ойладым. Оларда тіптен су жоқ. Біз үйренген суды айтпай қояйын, оларда тіпті ішетін су жоқ қой. Сондай кездерде өзім тәубеме келіп, шүкіршілік етемін. Бір Құдайға мыңда бір алғыс, барлығы бізде жақсы. Қандай мүйік болды? Неге асығы өтсің? Сен де папа сияқтысың, папа да сондай. Қандай мүйік болды. Бірақ сенің бір жақсысы, сен менен көрмейсің, папа мамадан көреді оған, сен кесірмейсің. Сен осындай ісі шай бердің. Біздер Айбекмен кешкі шай ішіп отырық. Үстеліміз әлі келген жоқ, осындай кішкентай шағын Адюкайға пиндуды тапсырыс беріп алған үстеліміз. Соған печеньемен жайлап сникерс жеп отырық. Иә, пайдасы тиіп жатыр. Біздің вайб осындай. Тереземізде болса өзіміздің простыня, ол да жыртылып қалған жонда. Көшіп жатқанда айырылып. Күлемін, Адюкайға мультик беріп. Ана жерде киімдеріміз бар, кішкене. Осылай отырған жағдайымыз бар. Айбек мырза, бірдеңе айтып аттыңыз ғой, айтып жіберіңіз. Ертең дұрыстап дағды. Біздер негізі акцент музыкасын тыңдап отыр едік. Өзіміздің жастау кезімізде акцент сен группа болды ғой. Осындай музыка деп айтып жатырмын. Мына өкінішке орай ондай музыканы қосуға болмайды. YouTube өйткені жібермейді авторлық құқықтармен. Сосын өшіріп тастап, енді Айбек бір күшті әңгіме айтып жатыр еді, соны тыңдайық бірге деп, ертең естелікке қалсын деп айтсам, Айбек айтқысы келмейді. Түсірме деп. Айта берсек қызық болады, осының барлығын қараған уақыт өте келе. Ал Айбек мырза айта қойыңыз. Ертең мұның бәрі бітіп. Ненің бәрі бітіп? Қалпымызға келгенде. Ремонт алынды. Алисаның қазақшасы бар ма? Жоқ. Алиса орыс. Қазақша түсінбейді ол. Әлде түсіне ма? бар ғой, қазақша. Білмеймін. Сондай алайық дейсің ғой.
Күнде алып. Музыка болсын, музыка болсын. Жаңа қызық етіп айттың ғой, қазір қызық емес етіп айтып отырсың. Ертең ремонттың бәрі бітпесін. Ертең Дұрыстап өмір сүреміз деген ба? дұрыстап өмір сүреміз. Толыққанды. Екеуміз ылғи ертең көшіп алайық, ертең бүйтіп алайық, ертең тоңазытқыш құрсатып алайық, ертең кір жуып машина алғасын, ертең бүйткесін, ертең сөйткесін деп та. Жоспар бітпейді, бірақ жоспар бітпеген жақсы ғой Айба. Оның бәрі өмір, иә. Жоспар бітсе өмір де бітеді ғой. Адам әр уақытта алға ұмтылу керек, иә. Дұрыс жоспарлар қойып, ұмтылып. Бұл жерде мына пиала тұр ғой, біздер бір пиала ездан кейін айтып, бір пиаланы жарнамалап отқан сияқты. Шын мәнісінде еш нәрсені жарнамалап отқан жоқпыз. Бізде ондай көрермен де жоқ, жарнамалайтындай. Осындай біздің кештер. Тағы не айтасыз, Айбек мырза? Сағат түнгі 1-ден кетті. Бізге Оралдан теледидарымыз келді. Үстел мен орындықтарымыз келді. Айбек соны кіргізіп жатыр. Алақай. Әнекей. Алақай, Айба. Барлығы келді. Күшті болды. Иә, өте тез келді. Қашан салайды, Айба? Папалар қашан салайды? Қашан салайды бұның барлығы? Екінші күн. Бүгін жұмада. Иә, сейсенбі салды, сәрсенбі, бейсенбі, жұма 3 күн ішінде кетіп тұр ма? Сол күні кетіп қалған болып тұр ғой, Айба? Сол күні жолға шығып кеткен болып тұр ғой. Айба, рахай.